Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте тез дайындалатын таңғы ас дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын біздің каналға подписаться етіп лайк басыңыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай сыры еріп өте дәмді шығады. Дайындау үшін бізге картоп керек. Картопты осылай үткіштен өткіземіз. Мен 5 картоп алдым, бірақ әркім өз қалауына байланысты алуына болады. Осы картошкалардың барлығын өткіштен өткізіп алдым. Сосын үстіне 3 жұмыртқа салдым. Жұмыртқаны салып араластырдым. Біркелкі болу үшін. Және үстіне тұз қостым. Дәміне қарай. Барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді бізге арасына салғанға помидор керек. Помидорды осы видеодағыдай домалақша етіп турап алдым. Сосын сырды жіңішке етіп осындай 4-1 мөлшерде турадым. Әркім қалауымен кішкентай қылуға да болады. Мен осындай мөлшерде турадым. Енді табамызды майлап, қызып тұрған пешке жәнегі үкіштен өткізілген картопымызды саламыз. Жартысын ғана осылай тегістейміз. Үстіне помидор саламыз жәнегі туралған. Енді сырымызды қоямыз. Және екінші жағына картошкамыздың жартысын осылайынан жауып, бетін тегістеп домалақтаймыз. Небәрі 5-7 минутта пысады. Астын қарап тұрамыз. Біздің уже таңғы асымыз почти дайын. Екінші жағын аудардым. Ішіндегі сыры еріп, өте дәмді шығады. Біздің каналға міндетті түрде подписаться етіңіз, лайк басыңыз, қоңырауша белгісін басыңыз. Міне көріп тұрғандай біздің таңғы асымыз уже дайын.